Так, міне толық обзорын көрсетемін сіздерге шымылдықтың. Мына жерде біз үстіне бақытты болыңдар деп жазды. Мен сіздерге айтып отырайын, размерлерін сіздер өздеріңіз жазып алыңыздар қағаздарыңызға түртіп. Так, мынау бізде мына жерде ширинасы 50 сантиметр. Мына квадрат қып мен кесіп алдым, мыналарды бірінші 50-де 50 қып. Содан кейін ортасынан бөлген кезде мына жердегі ұзындық бізде 70 сантиметр болды. Мынау оюдың размері, қазір айтам. Оюдың размері 25-те 25 болып тұр. 25-те 25 размерден шығарасыздар осыны. Кесіп аласыздар. Буквалар кеше видеода айтқандай 11-де 9. Мінекей. Бұлайнан 9 жасайсыздар, бұлайнан 11. Мынан принтермен шығарып аласыздар. Содан кейін мынандай тастарды мен ыстық клеймен жабыстырдым. Мынаны айттым мен, ленталарын 10-да 10 сантиметр матаны кесіп алып, бүктеп, осылай тігесіздер. Мінекей көріп тұрсыздар, иә, тігістері мына жерде әдемі болып көрінбей тұр. Мынау еще, мынау былай көтерген кезде мына жерде весті да мына жерде ұстайды. Екі қабаттанып тұр, жыртылып кетпейді. Қатты жақсы ұстап тұрады. Осындай тастар. Мынау менде 3,5-да 2,5. 2,5 высотада ала береді көбінесе. Ширинасын енді өздеріңіз көресіздер, мынандай леп белгісі қос жерін. Бақытты болыңдар деп. Мынау скатертный мата, мынаның қазақша оюымен де болады. Сондайын алсаңыз, мына оюларыңызға сәйкес келіп әдемі болып тұрады. Ортасын мінекей бөлдік біз. Біздің жақта ортасын бөледі, кейбір жақтарда ортасын бөлмейді екен. Осындай тастар. Мынадан 3,5 метрге менде мынандай уголочектар 5 жасадым. Мынаны енді мынау үшбұрыш, тіпті үшбұрыш болды. Мен оны былайынан әдемілеп просто кесе салдым. Мына оюға сәйкестендіріп. Мынаны оверлок ештеңе істеген жоқ, құр осылай кестім. Сетінемейді, ештеңе кетпейді. Нормально. Вот, осы видеоны жатса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Менің каналыма подписка жасаңыздар, колокольчик басып қойыңыздар. Келесі видеолар шыққан кезде біліп отырасыздар. Менің видеом пайдалы болса, айтыңыздар. Келесі видеода не түсірейін, соны айтсаңыздар, түсіріп берем. Сау саламатты болыңыздар.